Иттің сырттаны. Бір жолаушы ұзақ сапар шегіп, әлден уақытта ен далаға шығыпты. Күн төбеден ауып 5 шамасы болған кезде, соңынан бір қасқыр ілесіпті. Кеш батып, күн ұясына тақай бастағанда әлгі қасқыр бір-екі рет боздай ұлып, дыбыс берген екен. Әп сәтте жан жақтан бір үйір қасқыр жиналып қалыпты. Жолаушы қатердің төнгенін сезеді де, айналасына көз тастайды. Қараса көз ұшынан қарайған ағаштың сұлбасы көрінеді. Қайтсе де соған жетіп алу үшін атына қамшы басады. Аты да құстай ұшады. Сол арынды шабыспен қасқырларға жеткізбей ағашқа барады да аттан қарғып түсіп, шыбын жанын сақтау үшін өзі ағаштың басына өрмелеп шығып алады. Арсылдай анталап жеткен қасқырлар ағаш түбінде тұрған атты тарпа бас салып, түтесін шығарып жеп қояды. Содан кейін бір нән қасқыр ағашты әлсін кеудесімен соққылап, болып жібереді, әрі таман барып жатып алады. Біраздан кейін қайта келіп ағашты омыраумен сілке соққылайды. Сол кезде басқа қасқырлар ағаштың түбін тырналап қаза бастайды. Әрберден соң ағаш тамырлары ырсиып көрініп қалады. Ағаш түбінің босағанын көріп отырған жолаушы жанынан үміт үзіп, енді өлмегенде нем қалды, айдалада қасқырға жем болдым-ау, сүйегім жапанда шашылып жатады-ау, ағайын туысқанымды да көре алмай, ең болмаса қоштаса да алмай арманда кеткенім бе, айдалада тілсіз мақұлықтың қысымына түсіп, ақыры ажалым қасқырдан болғаныма деп қайғыға батады. Жүрегі мұңға толып, тіршілігінен күдер де ағаштың басында отыра береді. Айдалада зарлаған жолаушының дауысы алысқа кетеді. Күншілік жерде мал бағып отырған біреудің сырттан иті бар екен. Сол ит түн ішінде иесі ит аяғына құйған тамаққа қарамай құлағын алысқа түреді. Бір-екі рет шалп еткізіп жалайды да басын қайта көтеріп, құлағын едірейте тыңдайды. Түнге қадалып тұра қалады. Ызыңдаған дауысты естіп, бір адамды айдалада қасқырлардың қоршап тұрған дыбысын сезеді. Тамағында ішпей далаға жорта жөнеледі. Сырттанның дүбірі жер жаңғыртады екен. Қара түнді қақ жарып, сырттан иттің аңырата ұмтылып келе жатқанын, жер солқылдатқан дүбірін естіген қасқырлар бет-бетімен бытырап жан жаққа қаша бастайды. Жалғыз арлан қасқыр ғана жолаушы отырған ағаштың түбінен жылжымай жата береді. Таң сарғайып атып келе жатқан мезгілде сырттан итті арындай жүгіріп ағаштың қасына жетеді. Сырттан ит түн ішінде ауылынан шыққанда бір қатерді сезген малшының баласы бір атты ерттеп міне салып, бір атты жетек қалып иттің соңынан шапқан екен. Сол мезетте екі сырттан біріне бір баталмай, екі жерде аңдысып арбасып жата береді. Бір кезде ағаштың басындағы жолаушы не де болса жерге түсейін, ит қасқырға шапса болсайын деп ағаштың басынан төмен сырғып жылжи бастайды. Жолаушының түсіп келе жатқан сыбдырын естіп, ит бұрылып оған қарайды. Сол кезде аңдып жатқан арлан қасқыр атып кеп иттің мойнын бұрап тастайды. Содан кейін адамға да қарамай өз жөніне кете барады. Астындағы атынан оның үстіне жанының аман қалуына себепкер болған иттен де айырылып, мұңға батқан жолаушы қатты уайым шегеді. Айдалада мінетін көлігі жоқ, ішетін асы жоқ, жақын маңда елде жоқ, енді өлген жерім осы шығар деп қамығады. Осылайша қапаланып отырғанда, күн сәскелікке көтерілгенде, көз ұшынан бір атты жетектеп, бір атқа мінген кісі шапқылап келе жатады. Оны көріп жолаушы, жалғыз едім, енді маған да серік табылдау деп қуанады. Әлгі кісі жолаушының қасына жетіп келеді де, иттің өліп жатқанын көріп, әй-шәй жоқ, жолаушыны қамшының астына алады. Аздан кейін ашуын басып, сен итке неге айт демедің? Айт десең бұл қасқырды тарпа басталып додасын шығаратын ет деп өкінеді. Иттің сырын енді ұққан жолаушы, менің айт демегенім рас дейді шынын айтып. Болар іс болды, жүр енді дейді әлгі кісі. Сасқанда адамда ес қалама дейді жолаушы кінәсін мойындап. Содан кейін екеуі біраз демалып әңгімелесіп отырады бір кезде. Не де болса өткен іс өтті, енді ауылға қайтайық дейді әлгі ат жетектеп келген кісі. Жолаушыны жетегіндегі атқа мінгізеді, өзі иттің өлігін далаға тастамай алдына өңгеріп алады. Араға бір түнеп келесі күні ауылына жетеді. Үйде отырған иттің иесі сырттан аман ба деп сұрайды. Есіктен қарап итінің өлгенін көреді де ішке қарай кіріп кетеді. Жолаушы үйге кірген соң үй иесі жай жапсарын сұрайды. Жолаушы болған оқиғаны айтады. Тыңдап болған соң, менің сырттаным өз өлсе де сенің жаныңды алып қалды.
Енді сен қайдан тапсаң да маған өз итімдей бір сырттан тауып әкеп бер, дейді иесі. Жолаушы уәдесін береді. Қайтсам да табамын ондай сырттанды. Оны табу оңай емес. Ауыл-ауылды кезіп жүріп іздеймін. Жолаушының шын ниетпен құлшынысын сезген иесі оның қолына арлан қасқырдың құйрығын ұстатады. Қай ауылға барсаң да осы құйрықты қолыңнан тастама деп ескертеді. Қарабайыр ит қаша жөнеледі, сырттан ит болса өзі ұмтылып келіп тістеп алады. Содан айыра білерсің. Сонымен жолаушының астына ат беріп, сырттан іздеуге шығарып салады. Жолаушы сай саламен жалпақ даладағы ауыл-ауылды қыдырады. Қай ауылға барса да иттерінің бәрі арлан қасқырдың құйрығын көре сала бет-бетімен безіп кетеді. Сөйтіп жүріп бір ауылға барса, арланның құйрығын көрген иттердің бәрі қаша жөнелгенде бір жұдырықтай күшік шәуілдеп ұмтылып келіп, жолаушының қолындағы қасқырдың құйрығын тістелей бастайды. Арылдап өршелене жұлқылайды. Сырттан тұқымын тапқанына қуанған жолаушы сол жерде әлгі күшіктің иесімен достасып, астындағы атын береді де күшікті алып кері қайтады. Бірнеше күн жол жүріп, баяғы малшының ауылына оралады. Күшікті көрген малшы да қуанып, жолаушының уәдесін орындағанына разы болады. Мына күшіктің қасиеті менің өлген итімнен 10 есе артық екен. Рахмет саған деп жолаушыға алғыс айтады. Бірнеше күн сый-сыяпат көрсетеді. Содан соң астына ат мінгізіп, үстіне шапан жауып, құрметтеп шығарып салған екен.